Жалғыз абадан Махамбет күйші болғанын білесіз бе? 1838 жылдары Исатай қаза болғаннан кейін Махамбет жалғыз қалып, Жайық бойындағы Байбақты еліне барады. Сол Байбақты елінде Жұмыр және Қылыш атты екі қос батырмен кездесіп жолдас болады екен. Махамбет солай жасырынып жүрген. Кейін оның сол жерде жүргенін Баймағамбет сұлтан біліп, Махамбетті ұстауға әрекет жасайды. Алайда жаңағы қос батыр оны арашалап көмектеседі. Қатты дән риза болған Махамбет Жұмыр Қылыш күйін арнаған екен.